Қайырлы күн, бүгін меренга деп аталатын өте дәмді қытырлақ печеньенің рецептімен бөлісемін. Бізге миксердің көмегі қажет. Ол үшін миксер өте құрғақ, таза, артық май болмауы тиіс. Ыдысымызда тап-таза құрғақ болу керек. Ең алдымен жұмыртқаның ағуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Бізге керегі ағуыз. Жұмыртқа салқында болу керек. Сол кезде ағуыздың алынуы оңай болады. Ағуызға тұз салып көпіртеміз. Қант ұнтағын саламыз. Қант саламыз аз-аздан. Массасы бірнеше есе үлкейгенге дейін көпіртеміз. Ағуызды төңкергенде ақпау керек. Кейін теңдей екіге бөлеміз. Бір бөлігіне какаоны саламыз. Астынан үстіге қарай жақсылап араластырады. Ал екінші бөлігіне майдаланған жаңғақтарды салып араластырамыз. Кейін кондитерлік қапшығымызға салып, дөңгелек түрінде пісіреміз. 110-100 градуста 1 сағаттай немесе 40 минут. Піскенге дейін кремін дайындаймыз. Кілегейді көпіртеміз ең төменгі жылдамдығында. Кейін қант ұнтағын және де қант салып, барлығын жақсылап көпіртеміз. Дайын болған печеньемізді суытып, крем жағамыз. Сырттарын жаңғаққа малып алып, әсемдейміз. Өте дәмді болып шықты. Үйде өздеріңіз пісіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.